Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шашқа арналған маска жасаймыз. Бұл жасайтын маскамыз шашымызды нәрлендіреді, нығайтады және шаштың өсуін тездетеді. Және құрғақтығын жойып, басымызда қайзақтардың кетуіне көмектеседі. Қазір бәріміз бірге осы масканы жасап көрейік. Бұл маска үшін бізге 3 зат қажет. Ең маңыздысы ол репейное масло, яғни ошаған майы. Ошаған майын сіздер аптекадан ала аласыздар, примерно 250-300 теңге тұрады. Бұл ошаған майы шаштың тамырын нәрлендіреді және нығайтады, шаштың зақымдалған құрылымын қалпына келтіреді, бас терісін, түлеуін, қайызғақтар болса соларды жояды. Және бас терісінің шаштың құрғақ болуын жояды. Осылай бір ас қасығын ыдысқа салып аламыз және бір жұмыртқаны ағы мен сарысын ажыратамыз. Бізге тек сарысы қажет. Осылай ағы мен сарысын ажыратып салып аламыз. Жұмыртқаның сарысы шаштың нығыз, яғни мықты болуына көмектеседі және шаштың түсуінің алдын алады. Сосын Е витамині, яғни аевит деген витаминнен мен осындай таблетка күйіндегісін алдым. 4 штугын инемен тесіп, ішіндегі майын саламыз ішіне. Міне мен салып алдым 4 штугын. Ол Е витамині теріге ең қажетті витаминдердің бірі болып табылады. Осылай жақсылап араластырып, басымыздың түбінен бастап жағып, жақсылап. Егер сізде шашыңыз ұзын болса, 2 жұмыртқаның сарысын қосқаныңыз дұрыс болады. Түбінен бастап жақсылап жағып, салфан киіп, бір жарты сағаттан соң жуып тастаймыз және артынан сусабымен, яғни шампуньмен жууды ұмытпаңыз. Бұл нәтижелі болу үшін аптасына бір рет 2-3 ай жасау керек. Міндетті түрде жасап көріңіз.